Сәлем достар, бүгін мен қазақтың ырым тыйымдары туралы айтатын боламын. Соның ішінде жағыңды таянба деген тыйымды айтатын боламын. Қазақтың ырым тыйымдары өте көп. Оның әрқайсысының мағынасын ашып, терең түсіндіріп бермегендіктен бүгінде ырым тыйымдарға аса мән бермейтін ұрпақ өсіп келеді. Кез келген адамнан сұраңызшы, қазақтың көптеген тыйымдары бар ғой, соның бірін неліктен олай жасауға болмайды деп сұрасаңыз, ешқайсысы мандырап жауап бере алмайды. Себебі өзі де оның себебін білмейді. Оған ешкім ежіктеп айтып себебін түсіндіріп бермеген. Сіз балаңызға ата-бабалардан жалғасып келе жатқан тыйымдарды айтып, олай жасама жаман болады десеңіз, бала оны түсінбейді. Қайта өзіңізге қарап, не болады деп сұрақ қояды. Ал осы не болады дегені баланың сұрағына тұшымды жауап берген ересек адам бар ма өзі? Олар өте аз. Себебі олардың өзінің де бала күнінде ешкім түсіндіріп айтпаған. Сондықтан ырым тыйымдардың түбіне үңіліп, олай болмайды дегенге тұншықтауға қажеті жоқ екен. Содан келіп, қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген тәмсілді шығарып алған. Әсілінде қазақтың әрбір салт-дәстүрі болсын, ырым тыйымдары болсын, түбінде жатқан терең ғибрат бар. Осыны аша білуіміз керек. Қоғам дамыды, адамдар өркениетке қарай аяқ басты, ескіліктің қалдығына шомылудың қажеті жоқ деп тапсақ та, шынында ата-бабаларымыздың ұстанған жолымен жүрсек, ырым тыйымдарына ат үсті қарамасақ, ұрпағымыздың болашағына жарқын жолды көрсетіп берер едік. Білім-ғылымның заманы деп тек қана баласының білімді азамат болғанын қалайтын ата-ана оның жүрегіне құя білу керек. Білім екі түрге бөлінеді. Бірі бастағы білім, екінші жүректегі білім. Бастағы білім ол адамның көп нәрсені білуі мүмкін, үйренгені де көп. Қолында 5 дипломы бар, бірақ оның өзіне де елге де пайдасы жоқ. Жалпы елді айтпағанда өзінің туған туыстарына, тіпті ата-анасына пайдасы жоқ ұрпақты тәрбиелемейік десек, тыйымдарға мән беру қажет-ақ екен. Бұрынғы мен қазіргіні салыстырып қарағанда әрине жер мен көктей айырмашылықтарды табуға болады. Дегенмен тамырынан ажырап қалмаған ұлт қана өсіп өне алады. Ұлт ретінде жоғалып кетпейді. Мысалы, қарапайым ғана жағыңды таянба деген тыйымға зер салып қарайықшы. Ырымға қарсы келуден адам баласына келетін қауіптерді ескере жүріп, бұл жолдан таймағанымыз дұрыс. Дін мен дәстүрдің бір-біріне қарама-қайшылығы жоқ. Ислам дінін ұстанып келе жатқан ата-бабаларымыздың ұрпағына жамандықты насихаттамайын деп белгілі. Ендеше ырым тыйымдардың да шығу тарихы діннен бастау алатыны ешкімге жасырын емес. Балалардың ырым тыйымдарды естігенде не болады деп сұрауы да орынды. Өйткені бала кезіндегі мифологиялық ойлау жүйесі ата-бабамыздың тамырына жақындау бір кезең болып табылады екен. Қандай да бір тыйым айтып, баланың іс-әрекетіне қатысты тыйым салар болсаң, неге деп көп сұрайтын себебі де сол. Сол кезде ата-әжелер, үлкендер сұрақ қойған балаға бұл тыйымның себебін білуге тырысқанда жауабын да қоса беру міндетті. Жауапсыз қалған сұрақтан бала ешқандай ой түйе алмайды. Біздің де бала кезімізде үлкендердің жағыңды таянба, апақ-сапақ мезгілде ұйықтама, тізеңді құшақтама, таңдайыңды тақылдатпа деп көп тыйымдар айтатын болатын. Әрине, дүниетанымы қалыптасып келе жатқан бала бәрін білуге құлшынады. Сондай-ақ кездерде үлкендер тарапынан айтылған тыйымдардың себебін білгісі келсе де тұшымды жауап ала алмай, тек қана жаман болады деген сөзбен шектелген соң, бұл жауапқа қанағаттанбайды. Соңында не болатынын көрейін деген қызығушылық оны бұл тыйымдардың, ырымдардан тартыншақтауды жеңіп шығады екен. Ырым тыйымдарға немқұрайлылық осыдан келіп шығып жатқандықтан да ойлауымыз керек. Бала кезімізде мен де мұндай тыйымдарды көп естігенмін. Менің де балалық қызығушылығым осы сұрақтарды қоюыма түрткі болған. Сонда әжем жаман болады деп бір ауыз сөзбен тұжырымдамай, неліктен олай жасауға болмайтынын ерінбестен түсіндіріп беретін. Сонда ғана баланың санасына бұл құйылады екен. Жағыңды таянба деген тыйым сөздің мағынасы былай екен. Жақты қайғырып, бағы қайтып отырған адам ғана таянады. Қазіргі тілмен айтқанда, психологиялық тұрғыдан шаршап, еңсесі түсіп, жүдеп, жадап, мына өмірдің қызығы біткендей түңіліп жүрген адам ғана жағын таянатын болған екен. Мына өмірде таянатын ештеңем қалмады, сүйенерге күшім қалмады деп қайғырғанның белгісі екен. Сондықтан жақты таяну ырымға жаман деп әжелеріміз тыйым салып отырған. Сіз бұл ырым тыйымға сенесіз бе?